Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін кешкі асқа мен фунчоза жасаймын. Видео қызықты болса, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен бізге ет қажет болады. Ет менде сиырдың еті. Одан соң біз оны қазір маринадтаймыз. Ең алдымен бізге қажет болады соевый соус. Соевый соусты мен 2 қасық үлкен қасықпен саламыз. Видеодағыдай қараңыздар. Одан соң менде кориандр. Кішкене саламыз қазір. Бұл менде быстрый ужин. Кішкене кориандр саламыз. Одан соң паприка. Содан кейін кішкене қара бұрыш. Өте дәмді болып шығады. Ет маринадталып. Етті біз жарты сағатқа қойып қоямыз. Одан соң кішкене тұз, кішкене сосын. Одан соң менде сұйық май. Сұйық майды мен кішкене көз мөлшерге салам. Міне, біздің соусымыз осылай болып шығады. Осылай маринадтап қоямыз етті. Кемінде 1,5 сағатқа, немесе 1 сағатқа қойып қоюға болады. Етті жарты сағатқа мен маринадтап қоямын. Сосын келесі ингредиенттерді жасаймыз. Ал достар, менде ет маринадталғанша мен осындай ингредиенттерді дайындап қойдым. Ең алдымен бізге сәбіз қажет болады. Сәбіз менде корейский теркадан өткізілген, яғни осындай мен өткіздім. Одан соң бізде болгар бұрышы қажет болады, яғни оған қызыл мен сары менде. Одан соң менде сарымсақ, 3-4 сарымсақтан. Содан кейін пияз, яғни мен полукольцамен турадым, дайындап. Келесі бізде бұл жерде сельдерей, яғни сельдерей менде жапырағы және де стебель сельдерейдің міне осындай. Қазір көрсетем. Осындай. Яғни ол тамаққа күшті дәм береді. Одан кейін бізде міне осындай фунчоза. Бүгін мен осындай чугунный қазанға дайындаймын. Етіміз маринадталды. Отымызды қосамыз плитадағы. Одан соң осылай болып шығады біздің ет. Қазанымызды ыстық отқа қойып, жаймендеп осындай өзінің согына, яғни жаңа маринадталған соусымызға пісіреміз. Ешқандай сұйық май, ешқандай тұз, бұрыш дегендерді қоспаймыз. Ал асты жаймендеп осылай қайнайды, яғни піседі. Етті біз қызарғанша пісіреміз. Пиязбен бірге. Пияз менде осындай полукольцамен туралған. Осылай саламыз. Етіміз қап-қара болып тұр. Ол жаңағы соевый соустан кейін, соевый соус салғаннан кейін
сондай түрі деген болып тұр. Ал енді біз етімізді қызарғанша дейін пісіреміз. Көп ұстамаймыз етті, өйткені біздің ет маринадталған. Оның ішінде жаңағы 2 үлкен қасық соевый соус, тұз, кішкене тұз саламыз, бұрыш, одан соң кориандр мен паприка. Осыны жақсылап тұрып қызарғанша пісіреміз. Әзірше біз осылай қақпағын жауып қояйық. Кәнекей біз қарап қояйық. Дәмі деген керемет, иісі деген керемет шығып тұр. Жаңағы біздің специялардың иісі, кориандр мен паприканың иісі күшті, иісі деген керемет. Жақсылап тұрып араластырып отырамыз, күйіп қалмас үшін. Менде үлкен отта тұр, менде плита. Кішкене жақсылап тұрып қуырамыз, қызарғанша дейін. Арасында осылай араластырып отырамыз. Одан соң біз қазір сәбіз саламыз, сельдерей және де болгар бұрышын. Ал достар, менде мына фунчозаға суды қайнатып жатырмын. Осындай фунчоза. Яғни ыстық суға, қайнаған суға саламыз. Жаймен деп өзі пісе берсін. Көп ұстамаймыз. 1-2 минут. Қайнаған суға салып, дайындап қояйық. Бұл жерде менде жаңағы ет қайнап пісіп жатыр. Ет қызарғанша дейін біз пісіреміз. Мінекей осылай болып шығады. Ешқандай тұз, бұрыш салмаймыз. Одан соң сәбіз саламыз. Сәбізді қосамыз. Одан соң болгар бұрышын. Жаңағы стебель сельдерей деген осы жапырағын біраздан кейін саламыз. Бұл жапырақты кішкене артынан біраздан соң саламыз. Енді бұны кішкене араластырамыз. Ал достар, 5 минут өтті. 5 минуттан кейін осындай болып шығады. Чеснок саламыз. Паприка саламыз. Сәл кішкене. Сосын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырамыз. Кішкене қайнаған суды құйдым. Енді жақсылап тұрып бұқтырамыз. Ал достар, 5-10 минут мен су құйып бұқтырдым. Етіміз пісіп қалды. Енді жаңағы фунчозамызды аламыз. Осындай фунчоза, яғни менде ол суға қайнаттым, жудым, салқын суға жуып алдым. Енді фунчозаны салып, үстіне жаңағы сельдерейдің жапырағын қосамыз. Осындай дәм беру үшін.
одан соң жақсылап тұрып араластырамыз. Ал достар, менде фунчоза пісті. Иісі деген керемет. Осындай әдіспен істеп көріңіздер. Фунчозамыз езілген жоқ. Етіміз жұмсақ. Бүкіл көкөністер пісті. Иісі деген күшті. Яғни бұл кешкі асқа жақсы, дәмді. Ал достар, мінекей осындай фунчоза шығады. Өте керемет, өте иісі деген күшті. Қазір бірге дәмін көрейік. Етін алып көрейін. Жеп. Еті жұмсақ. Көкөністер бәрі піскен. Дәмі өте керемет. Менде фунчоза острый емес. Сіздер острый түрінде қаласаңыздар, острый қызыл бұрышты салуға болады. Мінекей осындай фунчоза шығады. Осындай әдіспен істеп көріңіздер. Сіздермен болған Динара. Ал келесі кездескенше сау болыңыздар.